Біз наконец-то бәріміз кездесуге келдік бүгін. Біз Место встречи Майру. Фери келдік, кстати, Кыргызстаннан. Жандай жоқ бар, қазір басқада. Майрумға келдім. Кімдер бар екен көрсететін боламын. Достар, қайырлы кеш, қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтіп жатыр? Демалыс қалай жалпы? Жақсы демалып жатсыздар ма? Бізде енді жұмыс және ұйқы. Енді тірліктерімізбен шығып қалаға шығып жатқан жайымыз бар. Ақтөбеде шоқ жаңалық ағайын. Бірі сенген, бірі сенбеген еді. Ақтөбеге Португалияның мен деген футболисті Луиш Нани келді. Және бүгін таныстырылуы өтті. Бұған енді көп адам сенбеген болатын. Дегенмен де өздеріңіз көргендей бүгін келді. Бұйырса. Достар, бұл капсуланы кімдерге ішуге болмайды. Аяқ ауыр келіншектерге, емізулі аналарға, жүрегіңізде, бүйрегіңізде проблема болса, сізде давление болатын болса, онда сіздерге болмайды. Ал сіздерде денсаулықтарыңызда ешқандай ақау болмайтын болса, онда іше бересіздер. Сіздерге бір курсы 30 күнге жетеді. Ішінде 60 штук болады. Күніне 2 штуктан ішесіздер. Ал қыздар, капсуланың бағасына келетін болса, капсуланың бағасы бар жоғы бүгін қыздар соңғы продажа, бұдан кейін продажа ашылмайды, сол үшін де алып үлгеріп қалыңыздар. 8 мартқа дейін азып әдемі болғыларыңыз келсе, қазірден дайындалыңыздар қыздар. Капсуланың бағасы бүгін 16.990 теңге, және де мен қыздарымды қашан сыйлықсыз қалдырып едім. Алғашқы 30 қызға капсуланы алған алғашқы қызға осындай әдемі парфюмдар сыйлыққа беретін боламын. Әдемі фигурамен, әдемі иіспен 8 мартқа дайын болып жүресіздер. Қыздар, тез үлгеріп қалыңыздар, қолымда өте аз штугы бар. Твоя мама не только в этом фильме, и во всех фильмах будет сниматься. Все, я сказала, точка. Я буду в следующий раз играть Человека-паука. Мама, на Железного человека не снимись. Почему? Конкуренцию буду создавать, да, Тони Старку? Веном был нейм. Фильм мы будем смотреть бесплатно? Или Ты будешь бесплатно смотреть, конечно, было. Короче, ана умный стекломен проблема әлі болып жатыр ғой бізде ше. Алдында айтып едім ғой, бессовестный адам екен деп. Сол кісі, короче, терезені наконец-то мен Айдос ағаға айтып, короче, біз уже мына жақта бүкіл связьдарды қосып келіп жасаған, мен жоқта, адамдар жоқта жасаған, и то до конца жасамаған, бір терезені ғана жасаған, екінші террасаның жартысын жасап кеткен. Нені ваннаның, душевойдың перегородкасын жасау керек болған, оны вообще жасамаған әлі. Сөйтіп келіп тереземнің барлығын сырып бытышын шығарып кеткен ғой. Қазір көрсетемін сіздерге. Қандай адам осында оңбаған болуына болады деймін да. Как он вообще, қалай Құдай жолын жауып тастасын сондай адамның, бар ғой. Прям қарға отырым, кәдімгідей қарға отырым. Настоящий мал адам ғой реально. Білмеймін, мен басқа сөзім жоқ айтатын. Ой, нерв болып отырмын, кәдімгідей келіп қазір. Қарасаңыздар, терезені несеп тастаған, мына жақтың барлығын ұрып бытшын шығарған, мынаның барлығы кетпейді. Енді осылай болып тұратынын қараңыз, мына жақтың барлығы, мына жерлердің барлығын ұрған, талқандап тастаған ғой, мына жердің бәрі солай үсті, асты, жағын бәрі сондай қылып тастаған. Мына жақта террасаға қараңыздар. Мен вообще сөзім жоқ, бар ғой, қарасаңыздар, стеклян, не ғой, темір ғой, темірді ұрғаннан қарасаңыздар, қалай істеп тастаған. Кетпейді мынау енді. Мынаны только ауыстыру керек. Мынау ауыспаса жөнделмейді, қараңыздар. Ну как так можно работать вообще? Как можно? Сөзім жоқ. Блокты новыйдан жасатып жатырмыз. Мына тректардың барлығы қисық болғаннан кейін, қараңыздар, барлығын өзгертіп жатырмыз. И на коридордікінде көріңіздер, ана жақтың барлығы тректар тұрған бізде. Тректордың барлығы қисық, без этого жасаған қандай. Лазермен не жасайды қандай? Ровно болып тұратындай, сондай болу керек болған ғой. Сонымен оны дұрыс емес жасаған алдындағы потолокшыларымыз, сонымен переделка жасатып жатырмыз. Иншалла, енді ертең тағы да келем деді, қазір кетті жігіттер. Соның қасында отырдым. Ертең келеді, ертең еще айналарды келіп орнататын болады, айна орнататын жігіт. Сол енді оны бітірсе, ертең потолокты бұйырса, енді Мунис Ташкентке кетіп қалған. Сол келгеннен кейін не істейміз? Екінші жылы краска жасаймыз да, все. Бұйырса, енді Москвадан келсем, ертең Москваға кетем ғой. Февральдың ортасында келем, содан кейін кіреміз ғой, иншалла. Асықпай, әйтеуір бірдеңке болар. Все, кеттім, давайте. Міне қара, мынау екінші этаждың потологы, міне түгел айырылып жатыр, міне. Түгел айырылып жатыр. Міне.
түгел айырылып тұр. В общем, ертең Москваға кетем, соған қатты уайымдап жатырмын. Іштей прям андай бір уайым болып жатыр. Маған, оказывается, ол жақта Инстаграм мен ТикТок істемейді, VPN арқылы ғана. Қандай VPN скачать ету керекпін, соны айтыңыздар. Сосын қандай тариф маған выгодны болады. Өйткені номер сатып ала алмайды. Десің ол жерде сим-карта. Только не деп айтты маған? Роуминг қосып алыңыз деді. Енді қандай, менде қазір Теле2 тұр, может мен басқа активтан алсам, может дешевле бола ма екен роуминг, қалай болады екен, потому что Теле2-ның роумингі өте қымбат шығады, мен интернетті өте көп құртам. Сол үшін маған сондай білетін адамдар болса, на төмендегі окошкаға жазып көмектесіп кетіңіздер. Ертең мен кетемін, я так переживаю с одной стороны. Барлығы енді сәтті өтсе екен деп Алладан тілеп отырмын. Тамақтануға келдім. Перекушу, сейчас домой поеду. Достар, бүгін мен қуанып тұрмын, себебі Аллаға шүкір, костюмға байланысты өте көп комплимент алып, біраз костюмдар сатылып кетіп жатыр. Сондықтан бұйырса аламын деген жандар ертең барлығы өтіп кетіп ренжіп жүрмеңіздер, газды басып жүрмесеңіздер, уже біраз шамалы енді азайып қалғаны бар. Но қуанған жайым көбі самғаны инста бойынша болмаса өмірде көрген жандар айтып жатыр, өте құпты, костюмдарыңызға қалай тиянақты қарайтындарыңызды білеміз деген сияқты риза болып қалдық. Және де алған жандарға бұйырса берекесін алып келсін, кәсіптеріңіз домалай түссін дегім келеді. И одан бөлек бұйырса плюс бір проектқа бүгін барып договорға отырып келдім. Сондықтан шүкір жұмысқа акцент қойдық. И Аллаға тәубе, біздің әрекет Алладан береке. Достар, Грузияға келіп, мен қалай бірінші хинкалидің дәмін көрмеймін деп, любой бір заведениеге кірдім да, хинкали заказ етдім. Кішкене араларын тесіп қойдым, андай ішінен желі шықсын деп, өте ыстық болып тұр. Қазір дәмін көреміз. Қандай жерінен ыстайды екен. Су ағып жатыр. Дәмді екен қамыр. Манты ғой, по идее ше. Дәмді екен. Мен собирап кен бар, соның манты сияқты болып тұр екен. Жүзсетші манты. На хинкали 10-нан 10 болып тұр. Достар, на киім маған ұнап тұр да, бірақ кішкене дәу болып тұр. Бірақ одан да жақсы нәрсе айтайын сіздерге. Міне, мен кішілігім ертең өздерінің оқырмандарының арасынан бір адамға 100 000 теңге Каспийден тауып жібердім, ол $200. Оның үшін бар болғаны астындағы аккаунтқа келесіздер. Ары қарай мен ертең кешіктердің арасынан бір адамға костюм жазып жібердім. Сол сен $200 деп салып жібердім. Ол сәттілік. Шүкір, қарым тойдырдық. Хинкали мен натуре жейдің хинкали екен. Енді кішкене киім алу керек болып тұр. Сәл жаурап жүрші.